Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Аида. Біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Жалпы мен түріктің актер-актрисалары туралы айтатын боламын. Бүгінгі біздің күшті бір кейіпкеріміздің бірі. Зимородок фильмінің, тоже вам советую, прям күшті кино. Соның басты рөлдегі актер Мерт Рамазан Демир туралы айтатын боламыз. Яғни мына актер бойынша. Бұл актерді қарап отырсаңыздар, шынымен де бұл актерді өзін-өзі қабылдау, өзін-өзі жақсы көру деген онша болмаған. Но бұл бала енді үйінде ең еркесі болады, ең кішкентайы, және де өзінен кішкене комплекс болады. Бұны байқасаңыздар, қасы кішкене қалыңдау, өз-өзін қабылдай алмай, кішкене комплексовация етеді. Кейбір сұхбаттарында айтады, то, что бұның бойы мен салмағы сәйкес келмейді, или там салмағы болса бойы қысқа болып қалады деген сияқты кішкене нюанстары болады, но өзінің жаңағыдай актерский составтығын дәлелдеу мақсатында, мен ойнай аламын, мен берілмеймін деген секілді актерлық жаңағыдай кастингтерге барып жүреді, бірінші рөлді болмаса да второстепенный рольдарды алып жүреді. Басында бұл за кадром, кадрдың артында еще массовкаларды просто ойнап жүреді. Яғни басында сразу бұл келмейді. И бұл өз-өзін жаңағыдай енді түркке қарайды, телосложениесіне қарайды деп айттым ғой. И бұны өз-өзін қабылдайды. Яғни бұл менің минусым деп емес, жаңағы қасын, оның жаратылысын, менің ерекшелігім деп өз-өзін қабылдағаннан кейін ғана бұған жолдар ашыла бастайды. Жалпы адамдарда, психологияда өз-өзіңді жақсы көру, ол өзіңе, миыңа тікелей байланысты, өміріңе байланысты деп айтады. Сол нәрсенің бірден-бір дәлел екенін түсіндім. Осы Мерт Рамазан Демир туралы оқыған кезде, жаңағыдай сұхбаттарын көрген кезде тағы бір сол нені дәлелдеп тұрғандай болып көрінді енді өзіме. Жалпы бұл актер тоже бұған дейін массовкаларда жаңағыдай ойнап жүрді дедім ғой. И именно великолепный векқа түседі бұл. Но массовка ретінде емес, бұл жолы сол бір күзетші дейді, или там қалай айтсам болады, солдат ретінде түседі, біздің тілімізбен айтқанда. Но бір-екі сөздері болады, но особо сахналары болмайды. Яғни ол даже второстепенный емес, даже шыны керек қатты киноға қатысты болмайтын рөлді ойнайды. Но сол жерде бір режиссер байқайды тоже. И бұны осы 23 жылы Зимородок, яғни тағдырға сен деген киноға шақырады. Сол жерде бұл басты рөлді ойнайды. Партнершасы Афра Сарычоглы, тоже күшті әдемі қыз, түріктің күшті актрисасы. Сол қызбен бірге жаңағыдай Зимородок деген фильмде ойнап шығады. Бірінші сезон бұл жерде кәдімгідей атып кетеді. Даже түріктердің өзінде Оскарға лайықты фильм болады. Яғни енді Оскар болмаса да өздерінің арасында жаңағыдай рейтинг бойынша жоғарғы фильмдердің бірі болады. Сонымен бірінші сезон атып кеткен екен, уже бұны басқа да нелер тани бастайды. Яғни главный рөлде бұл бала ойнай алады екен, түр сипаты бар екен деген секілді. Netflix-пен, сол 23 жылы түсіріледі, тоже Netflix-пен бірігіп, осы түрік халқында, түрік киносында, жалпы кино индустриясында, түріктердің именно қазақ емес енді, соларда Netflix-пен бірігіп түсіретін бір кино болады, Шахмаран деген. Көрмесеңіздер, тоже советую вам. Серанай Саргая және де Мұрат, фамилиясын ұмытып қалдым. Осы екі актермен бірге ойнайды. Главный рөлдерде тоже бұл фильм прям енді атып кетеді, шыны керек. Netflix-тің фильмі тоже 9 серия, 8 серия сондайдан тұрады. 2 сезоннан ол да. 2 сезон беді, не помню, 8 серия ма сондай. 9, наверное. Тоже күшті фильм. Осы Зимородок кішкене бірінші сезон біткеннен кейін осы Шахмаранға түседі. Яғни өтті ғой оның түрі несінің барлығы. И Шахмаранмен ойнайды. Сонымен Зимородокқа тағы сұраныс түскен кейін Зимородок 2-ші сезон түсіріледі. 2-ші сезоннан кейін 3-ші сезон түсіріледі. Ең қызығы Зимородокта 3-ші сезон. Прям актерлары да жаңағыдай ойнауы, сюжеті тоже прям интересный фильм.
барлығыңызға советую, көрсеңіздер болады. Жалпы осы фильмнен кейін осы Мерт Рамазан Демирдің жалпы эпохасы начинается дейді ғой. Прям енді сол 23 жылдан кейін бұған самый успешный жылдардың бірі болады. Содан бері әлгі киноларға түсіп жүреді, қысқа метражды, жаңағы ұзақ емес сериалды киноларға түседі, біраз киноларға түсіп тастайды. И жақында осы 26 жылы шыққан Юноша парень деген кинода тоже главный рөлді ойнайды, но ол киноны мен көрдім, но ол кино әлі бітпей қалды, точно 7-ақ серия болады. Дилан деген қызға ғашық болады. В общем, барлығыңызға советую, бүйтіп айтып бермей қояйын, өзі 7-ақ сериалы кино, но скорее всего оның тоже екінші сезоны түсіріледі деп ойлаймын, потому что бірінші сезон толықтай бүйтіп ашылып біткен жоқ. Келесіде қандай актер актрисаға толық айтқанымды қалайсыздар, не жайлы білгілеріңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіздер. Бүгінге әзірге осы. Менің білмейтін тың ақпараттарым болмаса, айтылмай қалған жайттар болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Пікірлеріңіз өте маңызды. Менің каналыма жазылып, келесіде қай актер немесе актриса туралы айтайын, сол бойынша жазсаңыздар болады. Ендігіде қазақша актрисаларға да айтсам ба деймін, енді бірақ қазақтардың информация өте көп деп ойлаймын. Өздеріңіздің варианттарын жазып кетіңіздер, соған қарай таңдайтын боламыз келесі актер актрисаны. Всем пока. Әзірге сұранысқа ие актер актрисаларды, жаңағы знаменитый прям кино болып жатыр, солардың актер актрисаларына толықтай түсіндіретін боламын. Всем пока.